Infoforce.com. Hey bәне сәлем достар, видео басталмай тұрып каналға жазылып кетуіңді сұраймын. Себебі мен каналымның жазылып кетуінің көптеген себептері бар. Біріншіден, каналымда конкурстар көп болады, 100 алмазға, 1000 алмазға, 10.000 алмазға. Ал екіншіден, бұл сізге түк те қиындық тудырмайды. Бар болған видеоның астына түсесіз, қызыл кнопка, подписаться деген қызыл кнопканы табасыз, соны басасыз. Бұл даже шақ секундтық нәрсе ғой. Подписаться ету арқылы маған үлкен жақсылық жасайтын едіңіз. Ал үшіншіден, видео апта сайын шығып тұрады. Шығып тұрған видео сіздің көңіліңізден шығатынына сенімдімін. Себебі видео өте қызықты шығарамын. Так, видео оралатын болсақ, осыдан 2-3 күн бұрын Әбеке қазақша кидок деп видео шығарды. Видеосында қазақша кидок деп аккаунтты алып алды деген сияқты әңгімелер айтты. Бірақ мен бір нәрсені түсінбедім. Әбеке бір видеоңда қазақшаны мақтайсың, ал бір видеоңда қазақшаны жамандайсың. Бір жақсы қазақшаның видеосын көргенде ылғи қызық, әрі күлкісі де қызық. 2 hours later. Алай кидокенің тағы да бір аккаунтпен ақша қалдырған жайлы көрсететін боламыз, көпсі білмейді. Содан кейін қазақша Әбеке хайпа жоргода деп видео шығарды. Пайде қазақшаға шығып видео шығармастан басқа амал қалмаған секілді. Қазақшаның достарын немесе подписчиктері қазақша сен кидо екенсің ғой деп айтқан секілді. Видеосында қазақша өзінің кидо еместігін айтып ақталды. Одан бір күн өткеннен кейін Әбеке қайттан видео шығарды салды. Видеосында қазақшаның кидок деп қазақша бір баламен сөйлесіп ақша лақтырып кеткені туралы көрсетті. Бірақ оған ешкім сене қойған жоқ. Тек видеоны қорыта келсек, Әбеке хайп үшін ғана салды деп ойлаймын. Себебі қазақшаға қатысты видеолар көп просмотр жинай бастады. Сол арқылы ол өзіне 3,5 мың подписчик жинап алды. Сенбесеңіздер міне скрин. Ну нахер. Отец. Ну ты видишь? Ал қазақшаға келетін болсақ, ол кидок емес деп ойлаймын. Себебі қазақша өзінің өзінде топи аккаунты бар. Әбекенің аккаунты оған керек емес деп ойлаймын. Ал оны Әбекенің аккаунты сату үшін алды десек, ол аккаунттан түскен ақшасы оған түк те болмайды. Себебі ол ютубтан кем дегенде айына 70-80 теңге табады. Ол яғни одан көп болмаса аз таппайды. Егер менімен келіспесең, жоғарыда сұрақ белгісі шығады, соған дауыс беріп кет. Ал видео соңына жетті. Егер видео ұнаса, лайк басып, подписка жасап кет. Егер подписка жасап қойсаң, саған үлкен рахмет, бақытты бол. Каналымда 1000 адамға жеткенде уже конкурстар басталады, сосын жазылып кетуді ұмытпа. Ал сау болыңдар.